Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қалайсыздар? Алла тағала жексенбілік демалыс күндеріңізді берекелі, қайырлы өтуін нәсіп етсін. Осы уақытқа дейінгі осы парақшада жалпы менің айтып жүрген дұрыс тамақтану мәдениеті, диетологияның негізі, салауатты өмір салты, соның барлығын жиыстырып келе бір кітап жазып шықтым. A4 форматта 14-ші шрифтпен 48-49 бет шықты. Ол кітаптың атауын тамақ және өмір жайлы өте маңызды кітап деп қойдым. Өйткені ол жерде тек қана жаңағы айтқан мәселелерден бөлек отбасылық қарым-қатынас, әсіресе мынау қазіргі таңдағы өкінішке орай белең алып бара жатқан кәмелет жасына толмаған балалар арасында өз-өзіне қол жұмсау. Неге ол қалай пайда болып жатыр? Біз соны зерттей келе оның мәселесін таптық. Сөйтіп соның барлығын кітапқа жазғанды жөн көрдік. Өйткені адам оқыған кезде ол көріп, оқып, және сол оқыған нәрсесін тыңдау арқылы тез және ұзақ уақытқа қабылданады, сақталады адамның есінде, санасында. Баспа арқылы шығарайын десем, 500 кітапты шығару үшін жобамен миллион теңгедей кетеді екен. Оны өзіндік құны 2000-ға шығып тұр сонда. Егер де өзіндік құны 2000-ға шығып, баспадан шыққаннан кейін, онда ол жоқ дегенде 2-3 есе қымбаттап кетейін деп тұр. Сол себептен желі арқылы электрондық PDF форматта сатқанды жөн көрдім. Қаласаңыздар, жекеге жазыңыздар. Өзімнің WhatsApp нөмірімді жазып кетем. Өзімнің ең бірінші жақын танитын достарыма, араласып жүрген туыстарыма, бәріне ұсынып еңбегімді солай сатып жүрмін. Оқығандардың барлығы, Аллаға шүкір, өте қарапайым, қысқа нұсқа жазылған екен деп өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Сол жаңағы айтқан мәселелердің барлығы түптің түбінде зерттеудің нәтижесінде жаңағы дұрыс тамақтануға алып келіп соғады. Мысалы, мен күнделікті үйден шығып бара жатқан кезде өзімен бірге ішетін шайымды осындай шыны ыдысқа, ішінде жаңағы бүкіл пайдалы шөп шалаңы бар, фитосы бар, бал, соның бәрін ыстықтау қылып сол құйып алып шығамын. Күнделікті ішіп отыруыма. Қазір күн ыстық. Күннің ыстық кезінде өкінішке орай көп адамдар мұздайға жүгіреді. Ол мұздайға жүгірген кезде ең бірінші біздің айтқанда соққыны бірінші алатын ол өт қалта. Өт қалтаның ішіндегі жаңағы сұйықтық қабынады. Айтқанда қоюланады. Өт қалта қабынады, ана ішіндегі сұйықтық қоюланады. Сөйтіп ана сүт іріп сүзбеге айналған секілді өт қалтаның ол ішіндегі тұрған қышқыл ғой, енді ол жаңағы майды ыдырататын қышқыл, кислота дейді. Сол өт қалтаның өзінің сұйықтығы іріп сүт ергенде, сөйтіп ішіне жаймендеп, бірінші ол құм, сосын арты жаймендеп әр салқын ішкен жеген сайын сөйтіп тас қайналады. Өт қалтаның ішіндегі тас солай пайда болады. Ешқайда сіз тас ішіп жеп жатқан жоқ. Сол себептен бұл жерде тас сырттан келмейді. Керісінше, егер де біз күннің ыстығында ыстықтау қылып ішсек, ыстықтау деген сөз қанжылым 38-40 градуста ішсек, ол біздің ағзамызға, өтімізге барлығына пайдалы. Одан ешқандай сізден бір кері әсер болмайды. Біріншіден. Екіншіден, фитоның ішіне қосатын шөп шалаң жаңағы жалбызы бар,
мүмкін жаңағы басқа да өзіңізге ұнайтын бір фитолар ұнайтын шығар, фито шай жасайтын өнімдер, соларды салып өзіңіз күнделікті түрлі пайдалы шай істеп сөйтіп ішіп жүрсеңіз болады. Өйткені денсаулық сізден басқа ешкімге керек емес. Ол ана дүкендердегі сатып тұрған мұздай сусындар, оны егер де сіздер жылытып ішсеңіздер, іше алмайтын едіңіздер. Олардың жарнамасында олар солай әдейі жасайды, салқындатып ішіңіздер деп. Неге? Өйткені оны егер де сіз қазір 38-40 градустағы температурада ішсеңіздер, одан сіздерден керісінше тәбеттеріңіз лоқсып, оны керісінше құсқыңыз келіп кетеді. Одан кейін сізде ол өнімге деген тек қана сондай кері әсер қалып қояды. Сол себептен ол дүкендердегі жаңағы мұздай сусындардың шығарып жатқан өнім өндірушілері сіздің денсаулығыңызды ойлап жатқан жоқ. Олар керісінше сол күннің ыстығын пайдаланып, біріншіден, екіншіден жаңағы адамның бұл денсаулықты сақтау саласындағы өзінің білімсіздігін пайдаланып, маркетинг арқылы, жарнама арқылы мұздайлатып ішіңіздер деп, сіздерге өздерінің тауарларын көп тездет және көп сату үшін қолданады. Ал былай ойлап қарасақ,